Қайырлы күн, достар. Бүгін менде духовкада піскен тауық еті. Так, тауық еті. Мына тауық еті и этот картошка овощной. Курица с овощами. Былайша айтқан кезде. И бүгінге компот ішеміз. Компот. И бір кусок нан. И огурцы, как всегда. Так, маған ас болсын. Бисмиллах. Бүгін не түсірем деп ойламаған жерден осыны түсірдім. Менде домашний тауықтың несі сан еді. Сәл кішкене көтеріп қояйын, өзімде көріну үшін. Не жеп жатқанын көрініп тұр ғой примерно. Тауық еті. Үйдікі болғанымен киви қосып мариновать еткем. Жұмсақ болу үшін. Негізі маған көп кісілер жазып жатыр екен, оң қолмен же деп. Мен негізі оң қолмен жеп жатырмын. Просто камерада, фронтальный камерамен түсірем ғой, камераның фронтальный бетімен, чтобы өзім көріп тұру үшінші. Сол себепті сол қол сияқты көрінеді. Бірақ былай логически ойлансаңыздар да, обручалка оң қолға ғана тағылады ғой. Мен анау бір Америкада сол қолға тағылатын шығар, атақ бізде Қазақстанда, СНГ-да, Россияда бәрінде оң қолға тағылады обручалка. Сондай. Нанды қазір жауып келдім. Бүйтіп ашып көрсеңіздер болады. Ондай свежий. Қазір жеп жатқаннан ақ. 11 күлше жаптым. Мамалар бүгін қонаққа кетті. Қонақта болып келді. Қазір келді. Айттым, сіз мукбанг түсіріп алыңыз, содан кейін шай ішеміз дедім. Кім қожасын жейді? Мен жақсы көрем негізі. Менде бір жаман әдет бар. Оны өзім қазір видео түсіргелі байқап жүрмін, что жаман екен маған. Тамақ жеген кезде прям деп андай эмоция беріп, от души жеймін да. Сөйтсем комментарийға жазып жатыр екен, неғып ондай бір түрлі дыбыстар шығарасың деген сияқты. Мен элементарно тамақтың өзі мен үшін удовольствие. Например, эмоциямен, может, анау корейский дорамаларды көп көргеннен ба, бірақ эмоциямен жейтін болғанымда. Орамалды қатты байлау керек еді негізі.
басын түсін деп тұрған. Пока 11-нан жауып біткенше осы да пісті ғой. 11-нан да жауып тиктокқа прямойға шықтым да, үйде жалғызым болған сәл кішкене қорқақтаймын. Неше түрлі ужас кино көрем. Тиктокқа прямой эфирге кіргем ғой. Сөйтсем 10 000 адам кірген ғой. Бәрі қайта нанның рецептін сұрапшы. Асығып жебедім, тойдым. Көбісіне көрініп тұрған шығар, наверное, төсектің шашылып тұрған сияқты ба, бірақ негізі ол ондай емес. Андай жерде шапка күйеуім қазір келді да, и шапка мен курткасын шешіп кеткен, соны алмағам ғой, енді ыңғайсыз болып тұр өзіме. Қолым тістеп алдым. Тойдым. Нанды жеймін бе деп едім, чудо. Асығып жедім де тойып қалдым. Бастап қоя салайын, чтоб ешкім тиіспей, ертең өзім жеу үшін. Bir картошка, bir сәбіз картошка. Огурцы. И компот. Черешненька, вишненька емес. Что? Прям күшті кетті. Все, жақсы, сау болыңыз достар. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен оң қолмен жеймін тамақты. Всегда оң қолмен жеймін. Камераға түсірсем де, камераға түсірмесем де, өзім оң қолмен жеймін. Мұсылманның бір мінездемесі сол оң қолмен жеу. Все, сау болыңыздар.